Сәлем достар, біз бүгін бір ерекше аралға қонаққа келдік, және бұл аралдың пішіні мен тауып алған тасқа ұқсайды. Ал мына тастың пішіні эмбрионға ұқсайды. Бұндай эмбрионға ұқсастығының өзінің бір себебі бар, өйткені жазда, қыста, түнде тасбақалар келіп, мына бір ыстық құмдарға жұмыртқа басады екен. Яғни тасбақалардың перзентханасы десе де болады. Осы арал жайлы және Таиландтың тасбақаларға қалай көңіл бөлетіні жайлы осы сюжеттен айтып береміз. Біз атбасын бұрған арал секілді тасбақалардың жұмыртқа басатын орындары ықылым заманнан бері Андаман теңізі мен Таиланд шығанақ аумағында көптеп кездеседі. Көп болғаны соншалық, өңірде нақты қанша тасбақа жүргенін кесіп айту қиын. Алайда мүмкіндігінше есеп жүргізіп, теңіз тасбақаларын қорғау үшін патшалық Таиланд теңіз әскері ветеринар мамандар мен қорық резервуар жобаларын өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап қолға алған. Сондай орындардың бірінде жергілікті мамандардың жұмысымен танысып, бауырмен жорғалаушылардың қазіргі хал-ахуалын біліп қайттық. Теңіз тасбақаларына жойылу қаупі төнгені мені қатты алаңдатады. Сол үшін күнде келіп оларды қорғау, көбейту мақсатында еңбек еткім келеді. Әрі дәл тасбақаларға бағытталған ветеринарлар жоқтың қасы. Сондықтан өз қызметімді парыз ретінде өтеп жүрмін. Бұл жануарларға климаттың өзгеруі, браконьерлер және ластану секілді факторлар қауіп төндіреді. Осындай ғылыми орталықтармен қатар, жергілікті халықтың да бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы теңіз тасбақаларының санына оң әсерін тигізеді. Осыдан 50-60 жыл бұрын жергілікті халық теңіз тасбақаларының жұмыртқасы мен етін жейтін. Алайда жойылу қаупі төнген анықталғанда Таиландтың патшалық теңіз әскері келіп, осы өңірді өз қорғауына алды. Жергілікті халыққа тиісті үгіт-насихат жұмыстарын жүргіздік. Оларда теңіз тасбақаларын қорғауға үлес қоса алатындарын айттық. Қазір бұл жақта ешкім осы жануарлардың жұмыртқасын да етін де тұтынбайтын болды. Тағы бір қызық дүние құм температурасының жұмыртқадағы теңіз тасбақаларының жынысына әсер етуі. 29-31 Цельсий градустан жоғары болса, ұрғашы, төмен болса, еркек тасбақалар шығады. Жаһандық жылыну бой бермей тұрған кезде гендерлік теңсіздік орнау қаупі ғалымдарды шошытып отыр. Алайда осындай қорғалған аймақтарда сәл салқындатылған құм ұялары қазылып, еркек тасбақалардың саны реттеуге оң әсерін тигізеді. Мысалы, былтыр осы маңайдағы аралдарға 200-ге жуық тасбақа келіп жұмыртқалағанын тіркедік. Олар әдетте жыл сайын 40 мың жұмыртқа басады. Соның 50-60%-ынан бөбек тасбақалар жетіліп шығады. Жағалаудағы жұмыртқалар мен бала тасбақаларды бақылау мүмкін болғанмен, теңіз құшағындағы популяцияны нақтырақ зерттеу қиын шаруа. Оған су айдынының пластикалық қалдықтармен ластануын қоссаңыз, миссия тіптен күрделене түседі. Осы инсталляция арқылы теңіздің пластикалық қалдықтарымен ластану мәселесін көтергіміз келеді. Себебі бұл су жануарларының өміріне тікелей кері әсерін тигізеді. Жағаға шығып қалған өлі денелерін зерттегенде ішінен пластикалық өнімдердің бөлшектері табылады. Сондықтан осында келушілерге, тұрғындарға пластикалық бұйым қолданбауды, қолданса да олармен қоршаған ортаны ластамауды сұраймыз. Экскурсия соңында қорық меншігіндегі қырқынан енді шыққан бала тасбақаны теңізге жіберу мәртебесі бұйырды. Оны қазір ақырында осылай алып, атын азан шақырып оян деп қойып, сенің атың оян, сенің атың оян, сенің атың оян. Және ары қарай теңізге жібереміз. Бар. Ақырында баяулап бара жатыр. Оян, 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 оян. Тасбақаға оян деп ат қоюды өзімізше жақсылыққа баладық. Себебі осы жануар ешқашан артқа баспайтын, тек алға не оң мен солға жорғалайтын жаратылыс екен. Шығыс философиясында даналық пен ұзақ өмір символы. Біздің бағдарламаға да сол қасиеттері дари берсін дедік. Оян да алға ұмтыл.